Так, жаңа кешіріңіздер, бәрі 1-3 минуттың ішіне сыймайды, оның бәрін түсіндіріп айтамын. Сотқа талап арыз берілу керек болады. Жаңағы аталып отырған құжаттардың бәрін жинастырып. Сосын жұмыс орнынан анықтама, жұмыс орнынан табыс туралы анықтама, жұмыс орнынан мінездеме, солардың бәрін қоса отырып, сотқа талап арыз беріп, баланы жаңағындай өзінің тәрбиесін алу туралы сотқа талап арыз беріледі. Ол қолданыстағы азамат процессуалдық кодексінің талаптары негізінде 2 ай, 2 ай жарым ішінде қаралып болады. Бірінші, жаңа татуластырушы сотқа түседі. Татуластырушы соттан егер де тараптар, яғни бұрынғы ерлі-зайыптылар белгілі бір мәмілеге келе алмаған жағдайда, онда ары қарай жаңа бөліске түседі. Распределение деп жатады орысшалап. Сол бөліске түскеннен кейін сол іс бойынша белгілі бір судья айналысады, тараптарды шақырады, жаңа талап арыздың мәтіні бойынша талапкерден барлық сұрақтарды қояды, сұрайды, сосын жауап берген өзінің уәжін тыңдайды. Енді бұл жерде айта кететін мәселе не, қандай жастағы балдар бойынша сотта оларды тыңдайды деген сұраққа да жауап бере кетейін, себебі осы сұрақты көп қояды тараптар. Егер де бала жаңағы баланы тіпті жас кезінде, баланың сәби кезінде некелеріңіз бұзып кеткен болсаңыздар, онда баланың 2 жасына шейін бала енді емшектегі бала болып саналғаннан кейін, оны қайттан әкесі мен өз тәрбиемді аламын дегенмен нәтиже шықпайды. Сотқа талап арыз беріп, уақыттарыңызды алмасаңыздар да болады деп айтсам артық болмас. Ол біріншісі. Енді ары қарай 2-ден 8-ге шейін. Ол уақыттарда да баланы 10 жасқа дейін баланы ешқандай сотқа шақыртып түсініктеме алмайды. Тек қана 10 жастан бастап баланы сотқа дәл осындай мәселе болған уақыттарда баланың тәрбиесі туралы, баланың тәрбиесін әкесі алмақшы болған жағдайда, онда баланы сотқа шақыртып, баладан былай айтқанда тікелей сұрақ қоймайды, әртүрлі жаңа психолог арқылы, бала психологы арқылы әртүрлі суреттер салғыза отырып, баланың ойын, пікірін біледі. Және баладан сұрақты қойған уақыттарда, ол уақыттарда сот мәжіліс залында баланың ата-анасы, сосын ата-анасының адвокат, заңгерлер болса, жалдап алып келген өкілдер, оларды шығарып жібереді. Олардың қатысуынсыз соттың хатшысы және айтып отырған психолог, бала психологы, білім бөлімінің өкілі, солар отырып өздері түсініктеме баладан сұрақ қойып жауап алады. Қай ата-анаңмен өмір сүргің келеді деген сияқты. Енді егер де жаңағы баланың әкесіне, баланың әкесімен бірге тұрамын дейтін болса, өзінің әкесімен бірге, онда сондай соттың шешімдерін шығарып жатады. Ол практикада бар нәрсе. Егер де сіздің басыңызда сондай жағдай туып тұрса, хабарлассаңыз болады, өзіңіз жасалмасаңыз. Менің телефоным жазылып тұр.